Ахмет Байтұрсыновтың маған ұнаған сөздерінің бірі бұл мойында борышты білу, білімді кісі, мойында борышты өтеу, адамгершілік ісі деген жолдар. Менің түсінгенім бойынша, мойында борышты өтеу бұл адамның өміріне жақсылық әкелген жанға немесе нәрсеге қайтарымды іс жасау. Сол қайтарымды іс жасауды түсінген, яғни білген адам өзінің білімдік қасиетін айқындап, сол борышты өтей білген адам өзінің адамгершілік ісін, яғни қарапайымдылығы мен әділеттілігін көрсетеді. Мысалы, адам өз елінде дүниеге келеді және өсіп өнеді. Содан кейін ержеткен соң ол өз елі үшін еңбек ету арқылы өз борышын өтейді. Жалпы мен осы нақыл сөздерден түйгенім бойынша қазіргі жастардың, яғни біздердің негізгі борышымыз бұл ел үшін еңбек ету.